Орыс саяхатшысын таңғалдырған қазақ дәстүрі. Қазақ ұлтының тоғыры биік, мәдениеті басым ел екендігінің бірден бір айғағы дәстүрі мен салтын берік ұстанғандығы. Қазақтың зиялылары ұлт дәстүрі заңнан биік деп бекер айтпаған. Қазақ салт дәстүрін ардақтай, ұлттық тәлімді ұрпақтың салт санасына жеткізе отырып, адамгершілік қасиетінің өмірдегі маңызды әрі сенімді серігі болатындығын көрсеткен. Адамгершіліктің шыңына жеткен ұлт екендігінің тағы бір айғағы ол жылу жинау деген дәстүрінің бар екендігі. Жылу жинау дегеніміз табиғи апаттың немесе басқа өмірдің қиыншылықтарының салдарынан мал мен жаннан айырылып күнкөріс қиындап кеткен кездегі халық болып көмек көрсетуді айтады. Ондай халдегі адамға ауыл болып қол ұшын созуға, қаржылай да, мал мүлкімен де тіпті болмаса жылы сөз айтуға хақылы. Егер қайғы бір адамға келген болса, онда өз рулары болып, ауыл болып аяққа тұрғызған. Ал егер ауыл болып апатқа ұшыраса, онда көршілес халықтар көмекке келген. Тәуке ханның 7 жарғы заң жинағында жылу жинау дәстүрін тәңірісі деп көрсетілген. Бұл дәстүрдің заңға енгеніне қарағанда мемлекеттік дәрежедегі екендігін білуге болады. Қазіргі таңда ағылшындар бұл игі істі краудфандинг деп атап, ғаламтор арқылы көмекке қаржы жинап жүр. Шындығында бұл дәстүр қазақ ұлтының байырғы маңызды дәстүр екендігін көбісі біле бермейді. Сол себепті басына іс түскен адамға көмек беру қазаққа жат тірлік емес.